Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге қазір сайтпен таныстырып өтейін. Іздеу жолағына quizerisk.com сайтына кіреміз. Бұны енді қазақша немесе орысша аударып алуға болады. Тінтуірдің оң жағын бассаңыздар, перевести на казахский деп тұрады. Соңынан қазақшаға аударып аламыз. Енді бұл сайтқа біз Google аккаунтпен кіреміз. Мұғалім сұрақтар келеді. Қазақша аударып алайық. Сіздің басты мақсатыңыз қандай? Оқу материалын жасау, оқушылардың үлгерімін қадағалау. Жоғарыда келтірілген барлығы жоғарыдағының барлығы дейік. Жаңа викторина жасаңыз батырмасын басамыз. Мәтінмен жұмыс жасайық. Мінекей осындай терезе ашылады. Енді бұл жерге біз өзіміздің мәтінімізді қоямыз. Мынаны жүктейміз. Өзіміздің керекті мен жүктеп қойған тақырыпқа байланысты түргеш, көне түрік жазуы және атлақ шайқасы туралы өткен тақырыбымды дайындап қойған. Қоямыз. Келесі деген қадамды басамыз. Осындай терезе шығады. Ағылшын тілі. Сұм деңгейлік тапсырмалар дайындау. Сондықтан ең төменге бастап жоғарыға апарамыз қазір. Келесі қадамды басамыз. Мінекей өңделіп жатыр. 3 сұрақ дайындап берді. Атлақ шайқасынан қалған екен. Енді оқу режимін кірсек, бұл жерде оқушы ретінде біз кіруге болады. Аты жөніміз төбенің бастау. Алғашқы қалған үшілік. Келесі. Араптамен қарлықта. Келесі. Автомат ружан пленоты. Суяп. Аяқтау. Оқушы ретінде біз кірдік, енді жауабымызды көреміз. 3 сұрақта статистикаға кіріп, Майраның орындаған тапсырмасын көреміз. 100% аяқтау басталды. Мәтінді бассақ, оқушының жауаптарын көре аламыз. Қайтадан бақылау тақтасына барып, екінші орташа деңгейлі тапсырманы жасап көрейік. Ставить. Келесі қадам. Енді орташа деңгей 5 сұрақтан викторина жасау. Неге 5 сұрақтан орташа деңгейлі тест тапсырмаларын жоғары деңгейлі тапсырманы жасап көрейік. Жоғары 10 сұрақтан жоғары деңгейлі тапсырма. Бастырылған тест тапсырмаларын маған жасап берді. Менің 13-ші сабағым қорытынды бақылау жұмысы дайын. Оқушыларға осы тапсырманы беріп, білімдерін тексерсем болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар.